Қазақтар жиі көлік алуға келетін Грузияда неге көлік арзан, утиль алым атымен жоқ? Неге екенін түсіндірейін. Грузия өз автоөнеркәсібі жоқ мемлекет. Елдегі автокөлік бағасы бірнеше факторға байланысты арзан. Біріншіден, елдегі экономикалық жағдай. Грузияда өмір сүру құны мен табыс деңгейі басқа елдерге қарағанда төменірек. Бұл өз кезегінде автомобиль бағасына да әсер етеді. Ал екінші себебі автомобиль импорты. Грузияның өз автомобиль өндірісі жоқ болғандықтан автопаркті толықтырудың негізгі тәсілі басқа елдерден жүрген көліктерді импорттау. Еркін импорт пен автомобильдерге деген басқа шектеулердің болмауы ел азаматтарына жеңіл жағдайларда көлік алуға мүмкіндік береді. Үшінші себеп салық жеңілдіктері. Грузияда неғұрлым ескі көлік болса, соғұрлым аз салық төленеді. Тағы бір маңызды себебі авто нарығындағы бәсекелестік. Нарықта бәсекелестік жоғары, бұл сатып алушылар үшін қолайлы жағдай жасайды. Өйткені сатушылар клиенттерді тарту үшін төмен бағалар мен жақсы шарттар ұсынуға мәжбүр болады. Шетелден келетін көліктер саны да көп болғанына байланысты сатып алушыға қолайлы жағдайда көлік сатып алуға мүмкіндік мол. Міне осы себеппен грузиялықтар арзан бағаға көлік сатып ала алады.